олардың өрісті ойы, табанды тіршілігі тек біліммен ұштасқан кезде ғана биік белестерге жетеді деген екен тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Десеңіз, соғыстың маманы болыңыз, даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз деген екен. Өзгерген сайын адам да жетіліп, нарықтық қарым-қатынастар пайда болды. Қоғам дамып, түрлі жұмыстар сәйкесінше түрлі мамандықтар келді. Өз ісінің маманы атану екінің бірінің еншісіне бұйырмаған. Ең алдымен мамандыққа деген махаббат керек. Өзі қаламайтын мамандық иесі болып жүрген қаншама адам бар, бірақ өз ісін жанымен сүйетін адамдардың саны да аз емес. Өнер адам бойындағы қабілеттерінің көмегімен белгілі бір кезең мен уақытқа тән образ жасау. Бұл мамандықтың қыр-сырын Қазақ ұлттық өнер университетінің шәкірті Аманжол Қуаннан білейік. Барлықтарыңызға қайырлы күн, сәлем. Мен есімім Қуан. Нұрсұлтан қаласы Шабыт Қазақ ұлттық өнер университетінде оқимын. Мамандығым театр және кино әртісі. Мен осы мамандықты таңдау барысында ешқандай ойланған жоқпын. Өзімнің сүйікті мамандығым өнер жолы. Негізі кез келген мамандықтың бір өзінің қиындықтары болады, бірақ менің ойлаймын өз басым өнер жолы өте ауыр жол. Өйткені мұнда өнер жолында мысалы отбасыңа, жеке өміріңе кедергі болатын оқиғалар көп туындайды. Сол себепті өнер жолы негізі қиын жол деп айтып жатады. Бірақ өзіме өнер жолы ұнағандықтан осы жолда келе жатырмын. Өнердің ешқашан биік шыңы болмайды, өнер бітпейді, таусылмайды. Сондықтан еңбек ете береміз. Журналист мамандығы қиындығы мен қызығы мол, жан-жақты білімділікті талап ететін жауапты сала. Өз шығармашылығы арқылы қоғамға да, адамға да қызмет ететін, ешқашан қателесуге болмайтын, қашанды жаңалықтың жақтаушысы, қолдаушысы бола алатын осы бір кәсіп иелерінің қатары жыл өткен сайын көбейіп келеді. Таудан арқарай аққан тау өзені секілді, айналасына қуат беріп, жолында кездескендерді суымен нәрлендіріп, таудай қиындықтарды тастай домалатып, білімнің сар даласында тыныштық тауып дамылдайды. Ұстаз жер деген әлемнің бетін көркеткен, шәкірттеріне шуақ төккен күн ана. Ұстаз ақылдың тазбай тұғын асылы, қасиеті, мамандық иелерінің ішіндегі жауһары. Өзге мамандық атаулары өздерінің түр сипатын мың құбылтып жатса да, еш өзгеріссіз сол бәз баяғы қалпында жас ұрпаққа адамгершілік қасиеттерін дән еккен диқаншы. Мұғалім өте қадірлі мамандық иесі болғандықтан шығар осы мұғалімді таңдағаным. Өйткені үлкендер бата бергенде мұғалім бол деп бата беретін. Және де алталаштың басы жиналса төр мұғалімдікі деген ғой. Ұстаз ол үлкен әріппен жазылатын есім. Ол менің ойымша кәсіп емес, мамандық емес, ол қасиет. Ұстаз ол адал, әділетті, мейірімді, өз бойына барлық жақсылықты жинап, бойындағы бар жақсылықты басқаға сарқып беретін мейірімді жан. Қоғамдағы әртүрлі өзгерістерге бейімделіп, ұлт көшбасшысын дайындау бұл менің басты міндетім. Бір сөзбен айтқанда, менің қолымда ұрпақ тағдыр. Емес ұлы қызмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қалай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да солай құрметтеуге міндеттіміз деп Бауыржан Момышұлы айтқандай, кез келген колледж түлегінің, яғни біздің жетістігіміз, сіздердің берген білімдеріңіздің, тәлім тәрбиелеріңіздің арқасында. Өз өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалауыңызға тілектеспіз. Сіздермен бірге болған Жұмабек қызы Гүлнар, Ихсанова Камила. Назарларыңызға рахмет.